Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Бүгін сіздерге ктж-ны келесі параллель сыныпқа көшіру жөнінде айтатын боламын. Олай болса, каналға жазылып, комментарий жазып, осы видеоны сақтап алыңыздар, достарыңызбен бөлісіп қоюларыңызды сұранамын. Олай болса, алдыңғы видеода көрсетілгендей, мұғалімге бөліміндегі ктж-ға өтеміз. Және де сол жердегі өзіміздің сабақ беретін сыныбымыздың бір параллелін толтырып аламыз. Яғни алдыңғы видеодағыдай ктж-мызды алып, түгел осы бірінші тоқсан бойынша сабақ тақырыбын, бжб-ларын қойып, мінекей, және үй тапсырмаларын беріп, түгел толтырып аламыз. Және оның барлығына көз жеткізіп алғаннан кейін біз бұны осы сыныпты экспорттап аламыз. Яғни жоғарыда тж-ға экспорттау бөлімінен, бұл бізде негізгі пән, сол қалады. Егер сіздерде қосымша таңдау пән болса, оны өзгертіп келесі батырмасын басамыз. Және де негізгі қадамдар осы нұсқаны толтыратын боламыз. Бұл бізде қазақ тілінде тұр, қазір негізі орыс тілінде болса, иностранный язык деген болатын. Қарасаңыздар, иностранный язык бізде шетел тілі болу керек. Мына жерден соны тауып алуымыз керек. Ағылшын тілі дейтін болсақ, бізде ол басқа болып түседі. Шетел тілі бұл иностранный язык. Біздің оқыту тіліміз орыс тілінде. Қазақ тілінде болса, қазақ тілін таңдайсыздар өздеріңіз. Және де жоспардағы сағат саны, мінекей, бізде жаңа санап шыққанда 46 болды. Мінекей, 2 рет қайталанып отқан себебі біз екі мұғалімдікінде жасап жатырмыз. Мына жерде мынау крестик батырмасын басып, сағаттарыңыз дұрыс емес болса өшіріп, қайтадан қолмен жазып шықсаңыздар болады, немесе тж қосып, тағы да бір қатарға сағат саны жетпесе қосып қойсаңыздар болады. Барлығын дұрыс екеніне толық көз жеткіземіз. Мына жерге қолмен қанша сағат екен жазасыздар. Бұл сіздерде 23 сағат, 24 сағат болуы мүмкін. Соған қатысты өздеріңіз жазасыздар. Біз 2 сыныпқа 46 сағат жоспарда көшіретін боламыз. Мінекей. Енді осының бәрін толтырған екен, сақтау батырмасын басқан екен. Бұл бізде осы ктж бөліміне өтеді. Яғни ол тақырыптық жоспарлау деген бөлімде тұр. Қарасаңыздар, міне тақырыптық жоспарлау бөлімінде түсті, шетел тілі болып. Енді біз осыны қай сыныпқа көшіреміз? Сол сыныпқа кіріп аламыз. Мұғалімдерге ктж барлық сыныптарымен бойынша кіріп, мен қазір осыны 7-ші үй сыныбына көшіргім келіп тұр. Осы жерде біз енді, мына жерде пустой болып тұру керек, мен алдын толтырып қойғам. Енді бұлар көшіріледі деген ойдан. Ары қарай, мына жерде біз тж-ны импорттауға басамыз. Бұл жерде де параллель бізде 7-ші сыныптағы А, Ә, Б, В болуы мүмкін. Сізде соны таңдайсыздар. Бізде мына жерде шетел тілі, иностранный язык, ағылшын тілі таңдау пәні бар. Мына жерде қарасаңыздар, соған мән беріңіздер өздеріңіздің пәндеріңізге. Мына жерде менде шетел тілі болу керек. Қолмен жазып іздеп көрейінші. Шетел тілі деп жаңа осылай сақтаған болатынбыз. Негізгі пәніміз, бұл қосымша емес. Мінекей, мына шықты. Енді мына іс-әрекет деген плюс батырмасын басамыз. Осыны басқан кезде бізде мына тақырыптарыңыз көрсеңіздер, көшірілді. Алдыңғы тақырыптарым менде тұр. Осының бәрін қарап шығамын. Мінекей, қарасаңыздар, мына 23-ші қазанға дейін біздің тақырыптарымыз дәлме-дәл түсті. Мен дәл қазір 2 мұғалімге де көшіріп жатырмын. Ал сіздер өздеріңізге, мысалы 23 сағат болса, 23-24 сағат болса, осылай көшіресіздер. Мінекей, мына жерде барлығы дұрыс. Енді 46 сағат шығып тұр, қараңыздар, міне. тж-да 46 сағат. Енді осыны біз ары қарай импорттау батырмасын басамыз. Тақырыптық жоспар жаңартылды деп тұр.
яғни бұл 7-ші И сыныбына жаңағы 7С-да жазылған тақырыптардың барлығы мінекей түсті осылай. Бұл жерде бір кемшілігі тек тақырып қана көшіріледі және сағат саны өзі түседі автоматты түрде. Біз үй тапсырмасын ғана қолмен жазып шығамыз. Мынаны да біз қолмен белгілеп шығамыз. Қараңыздар, мынаның барлығын ерінбей қайтадан қолмен белгілеп шығасыздар. Тек қана бұл жерде тақырып қана түседі. Байқасаңыздар, тақырып қана түседі. Мына жерде барлығын қарапайым сабақ деп алдында өзі қойылатын еді ғой. Енді бұл жерде сіздер қолмен қойып шығасыздар. Қарасаңыздар, осылай қойылады. Және де үй тапсырмасын алдыңғы видеода көрсеткендей осы жерде толтырып шығасыздар. Так, бізде БЖБ-ның тұсына 10 балл деп жазамыз. Осындай барлық тақырыптарыңызда енді қарапайым сабақ болса, БЖБ болса, БЖБ деп қолмен толтыруға тура келеді. Видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.